ең жабық ел солтүстік Корея басқа елдермен қарым-қатынасы шектелген халық сыртқы әлемнен оқшауланған бір отбасы билейді. 1948 жылдан бері бір әулет Кимдер басқарып келеді. Ким Ир Син, Ким Чен Ир, қазір Ким Чен Ын. Өзі күнтізбесі бар. Жыл санауы Ким Ир Синнің туылған жылы 1912 жылдан басталды. Халықаралық телефон жоқ. Ел ішінде телефон қолдануға болады, бірақ басқа елдерге қоңырау шалуға болмайды. Интернет, шетелдік жаңалықтарға тыйым салынған. Радио, теледидар және газеттер толық үкіметтің бақылауында. Басқа елдер жаңалықтарын көруге болмайды. Қатал заңдар. Мемлекет заңсыз қашсаң тек өзің емес, бүкіл отбасың. Сіздерге солтүстік Корея жайлы мәлімет ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны ұмытпаңыздар. Және комментарийға қандай видео жайлы түсіретінімді айтып кетіңіздер.